Бисмилля. Надеюсь, все слышно. По жылдан кейін камераға сөйлеген біртүрлі екен кәдімгі. Так, все, начинаем. Баршаңызға сәлем. Менің есімім Гаухар және менің арнама қош келдіңіз. YouTube арнаға видео жүктемегеніме 1 жылдай уақыт өткен екен. Енді міне менің YouTubeға оралуым десең ба. Және де видеоның аты жазылып тұрғандай, бұл менің өмірімдегі ең ойып тұрып кәдімгідей орын алатын сапарым, саяхатым туралы болмақшы. Бұл 1 жылда мен енді ешқандай видео салмасам да, үнемі контент түсіріп жүретін, всегда ойымда жүретін, осы бір YouTubeға бірдеңе жасасам, салсам деген сияқты. Алайда әрине Инстаграмда белсендімін, YouTubeда мүлде белсенді емеспін. Енді соны қолға алғым келіп жатыр. Енді 1 жылда шынымен де өмірімде сан түрлі өзгерістер болды. Енді мен Меккеге саяхатым туралы айтайын. Осы 1 жылдың ішінде 2 рет Меккеге барып келдім. Бір мақтаныш сондай сияқты болып естілетін шығар. Алайда просто сіздерге мотивация болсын. Сіздер де егер армандап, жоспарлап, соны мақсат етіп жүрсеңіздер, сіздерге пайдам тиеді деп ойлаймын. Ең бірінші, менің Меккеге деген саяхатым, ол жаққа баруға деген мұқтаждығым қалай пайда болды, сол туралы айтайын. Осы 2020, 22-23, сол қалай, коронавирустан кейін бәрі ашылды, содан кейін шынымен де Қазақстанда бір бум болды, барлығы Меккеге барып жүрді да. И Инстаграмға қайда кірсем де алдымнан Мекке деп шыға беретін да, адамдар барып жүр, әншілер барып жатыр да. Сол кездері хейт та жүрді адамдар, типа, ой, әншісі бар, басқасы бар, бәрі Меккеге барғышы екен, анау деген сияқты енді оттаған әңгіме, конечно. Бірақ солай салып көріп жүрдім да, сосын кәдімгідей мен сияқты смертный адамдар да барады екен ғой деген сияқты сондай бір ой болды да. Неге мен бармаймын деген сияқты ой болды. Артынан андай видеолар шыға берді да, алдымнан бар ғой. Автобуста андай қажылар отырады да, ляббайк Аллахумма ляббайк деп барғаны кәдімгідей андай атмосферасын мощно передавать етеді. Мен сондай видеоларды көп көрінетін болды ТикТокта да, Ютубта да, Инстаграмда да, кәдімгідей андай прям ляббайк Аллахумма ляббайк деп андай бар кәдімгідей. И ананы тыңдаған сайын менде кәдімгідей менде андай болған жоқ, арман болады ғой, бір Қағбаны көрсем, Меккені көрсем, бір даже менде айтайын ба, вообще ол туралы даже білім болмаған екен. Мекке не, ол Қағба не, Медина не. Мысалға біреулер действительно андай қалай айтса болады, примерно білетін, мысалы сира оқимын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмірбаянын оқимын да, примерно білетін, туылғанын, қасиетті қалалар Мекке, Медина, жаңағы Ухуд тауы қайда деген сияқты сондай бір примерный информация болатын да. Бірақ нақты, мысалға, міне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы жерде дүниеге келді, сосын мынандай оқиға орын алды, сосын мына жаққа қоныс аударды, мына жерде тұрды деген сияқты андай бір терең, осознанно, саналы түрде еш нәрсе оқымаған екенмін да. И сол, в общем, ляббайкты айтып жүрдім, соны жаттап алдым, еще маған біреу айтты, егер Меккеге барғың келетін болса, осы ляббайкты үнемі айтып жүр, сол кезде Аллах тағала сені Меккеге шақырады деп. Сол кезде мен соны айтып жүрдім. Одан кейін не жасақ қойдым, мына жерге ставить етем. Ненің TikTok-тың несі бар ғой, маскасы бар ғой, типа хромакей сияқты, өзің тұрасың да, артыңда, коллаж сияқты ғой, И соны жасаймын, өзімді Меккедегі сағаттың алдында түскен сияқты сондай бір коллаж жасап қойдым да, типа менің визуализациям. И соны неге телефон заставкасына да қойып қойдым соны. Потом осылай жүрдім, артынан жұмыс жасап жүріп, әйтеуір бір ақша не істеп, ыңғайласып, қолыма ақша түскен кезде мен ойладым да, неге мен ақшаны сразу Меккеге барғым келіп тұрса, неге сразу салмаймын деген сияқты да. Сосын не компаниялар іздеп бастадым. Ол кезде көп компаниялар ашылып бастады, Меккеге алып баратын деген сияқты. И сөйтіп бәріңіз білетін Каусар Travelға жазам ғой, Каусар Travelға жазам. Олар ақшасын бәрін төлеп қоям да, в общем, баратын болам ғой. Мен желтоқсанда барам. Сол Каусар Travel'дің темасынан біз сол Каусар Travel компаниясымен барған ең соңғы адамдармыз да. Бізден кейін ешкім ұшпай қалды. Әрине вообще күлкілі емес та, но бірақ та мен үшін кәдімгідей вау болды да. Шынымен де біз соңғы ұштық, бізден кейін адамдар ұша алмай қалды, қырғын болды, вообще телевидение ашық кетті, в общем, быт болып кетті да жағы. Шынымен де, бірақ та мен шынымен де Каусар Travelға алғысым шексіз. Шынымен де бәрі жоғарғы деңгейде болды. Ұйымдасу, қарым-қатынас, ұстаздардың сабақтары деген сияқты барлығы маған күшті ұнады.
күшті болды кәдімгідей. Так вот, солай ақшасын төледім, сөйтіп Меккеге аттандық. Меккеге емес, бірінші барған кезде бірінші біз Мединаға бардық, бірінші Мединаға бардық. Мединадан түскен кезде шынымен де менде андай чувство болды. Видеоларды да салам, Меккенің аэропортына тоқтады. Менде мысалға самолеттің ішінде отырған кезден бастап кәдімгідей андай денем бәрі тітіркеніп, андай как будто бар біреу поезд деп самолетті тоқтатып, типа, кім Исабекова Гаухар бар ма, кім сен шығып кет, типа, сен недостойнсың, сен келмеу керексің деп, как будто біреу мені түсіріп кететін сияқты. Сосын мысалы виза бар да, сондай нәрселер бар. Сосын мен мысалға жалғыз өзім бардым да, әйел жамағатпен бардық да, енді былайша айтқанда. И как будто бір қорқыныш болды да, қазір мен кіргізбей қалады, может мен махрам жоқ деп кіргізбей қалады, может тағы білмеймін документ, құжат, бір нәрсемен проблема шығады да, как будто вот мен бара алмай қалам, бір жерден бір мені түсіріп кетеді деген сияқты бір сондай қорқыныш болды да. И мен айттым, вот мен действительно сол жаққа қасиетті жерлерге барғанымды түсініп сезем, сол кезде, сол жерде болған кезде ғана дедім да. И самолетта да түстік Мединадан. Міне Мединаның аэропорты, самолет, әлі есімде, самолет ашылды. Біз енді декабрь ғой, салқыннан келдік қой, самолеттің есігі ашылады да, ыстық. Андай ыстық болғанда да бар ғой, мысалы влажность, Абу-Дабиға барған кезде влажность бетіңе ұрады да. Ол жақта ондай емес та, андай прям күшті бір жылы жұмсақ қандай бар ғой, бір сені бір сипайтын, бүйтіп бар ғой, бір аялайтын, бір сондай ауа болды да. И аэропорттың есігінен, аэропорттың деп самолеттің есігінен шықтым. Еще күшті ғой, бәріміз андай немен шық қой. Каусар Travel Қазақстан деген жазуы бар, немен формамен, ана форманы алып жылап, мен деген неде аэропортта отырған кезде таратады ғой. Бәрі менен болады ма, ана түс сияқты деген сияқты сондай ощущениялар болды да. Так вот, самолеттің есігі ашылады да. И былай, енді лестница ғой, ар жаққа жерге түсетін. И мен андай жерге қараймын да, андай бір страх тұр бар ғой, кәдімгі ішімде. Қазір менің аяғым анау Мединаның жеріне тиеді деген сияқты ой болып тұр да, менде бар ғой. И кәдімгідей жас деген кетіп жатыр ғой, короче, андай біртүрлі ұялып та тұрмын бар, енді айналамда 40 адамбыз ғой, андай. И короче түсіп кәдім лестницадан бүйтіп қарап еще андай ішімде бар ғой, как раз сол кезде анау өлең хит болып жатты бар ғой, я наби салям алейка деген. И короче түсіп кәдім да, и типа ішімде андай болып жатыр да, я Расулалла, мен құрсын жалғым көтті, я Расулалла, я Наби, я Аллахтың елшісі, мен сен жатқан жерге келдім ғой деген сияқты ана лестницадан былай түскен сайын, кәдім менде кәдім дрожь да. И вот мен аяғым кәдім Мединаның жеріне бетіп тиді, и прям андай бар ғой, как будто маған еш нәрсе керек емес бар ғой, білмеймін, андай кіріп бармай-ақ қойдым Мединаға да, Меккеге де, андай қабіріне, еш нәрсеге бармай қойдым. Просто сол чувство бар ғой, то, что мен келдім, менің аяғым Мединаның жеріне тиді, и осы жолдың өзіне менде андай кәдімгідей офигеть благодарность болды, кәдімгідей неужели деген сияқты. И вот жүріп келе жатыр, ана каждый қадам басқан сайын андай ішімде дрожь ғой, кәдімгідей ішімнен еще как будто бір пайғамбар саллаллаху сөйлесіп келе жатыр, сырласып келе жатырған сияқты сондай болды да. Я Расулалла, мен келдім саған, мен өзім келдім саған, мен өзім сенімен амандасам деген сияқты андай естіп алғанмын ғой. Еще айтады ғой, пайғамбар саллаллаху қабіріне барып, я Расулалла, еще я осы жерде мысалға осыны айтып кету керек, Данияр Жігітбектің бір видеосын деп бір постын оқыдым. Сол посттың ішінде осылай жазғанда, я Наби, я Расулаллах, ассаламу алейкум деп бірінші пайғамбар саллаллаху, сосын Абу Бәкірге, сосын Омарға амандасасың деп, сосын жаңағы Аллах тағала айтқан сондай хадис келеді екен да, сен пайғамбар саллаллаху, я Наби, я Расулаллах, ассаламу алейкум десе, оның жаны оған қайтарылады да, ол саған сәлем қайтарады деген сияқты. Ананы естіп алып жылайсың ғой кәдімгідей. И сөйтіп аэропортта тұрмын, андай транста жүрмін ғой, короче бар ғой, оның бәрі менімен емес сияқты ма, бір
непонятный болып жүрдім. И сөйтіп, короче, жана неден паспортный контрольдан өттік. Соның ішінде бәріне мен ана ляббайкты айтып жатырмын да. Ляббайк Аллахумма ляббайк, ляббайк ля шарика ляка ляббайк. Иннал хамда вал ниъмата лака вал мульк ля шарика ляк. Осылай айтып келетін аузым вообще содан босаған жоқ та. И әлі сенбейсің ғой, то, что сен Мединадасың, кім келе ғой деген сияқты. Вообще ол как будто бір давай кім қайт үйіңе деп айтатын сияқты да. Мадақтар болсын. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа алейхиссалату вассаламға сәлемдер мен салауаттар болсын. Құрметті қажылар, иншалла қош келдіңіздер. Алла Тағала ниеттеріңізді, дұға тілектеріңізді иншалла қабыл етсін. Құдай қаласа, сіздер үйден шыққаннан бері Алланың жолындасыздар, Алланың қонағысыздар иншалла. Ең әуелі, иншалла баршамыз ниетімізді дұрыстайық. Себебі сіз осы сапарға ниет етіп бастағаннан бастап, шайтан сізбенен күресуде. Яғни барынша сізді осы И сөйтіп, короче, келдік, неге бардық? Гостиницаға орналасты. Гостиница дәл сол пайғамбар саллаллаху мешіті бар ғой, харам мешіті деп айтады, тоже Мединада. Сол дәл қасында екен да. Бірінші неге бардық? Гостиницаға бардық, орналастық, қыздармен таныстық, бөлмелерге бөлді бізді, кім қайда жатады деген сияқты. Мама, на видео 1 сағат болатын шығар. Мен әлі Мединаны айтып жатырмын ғой. Мекке барып алдым. Орналасып, киімімізді киіп, еще сол кезде мен дайындалып барғам пайғамбар саллаллаху жақсы көретін түсі жасыл, енді мұсылмандардың түсі деп айтады, жасыл түс. Жасыл түсті көйлек, еще біздің жилетіміз Каусар Тревелдің тоже жасыл түсті болды да. В общем, жасыл болып барып, ғұсыл алдық, киініп, жақсы болып, әдемі болып, сөйтіп мешітке қарай жол тарттық қой. Сөйтіп барған кезде ең бірінші көзге түсетін шынымен де несі күмбезі, пайғамбар саллаллаху жатқан жері бар ғой, соның жасыл күмбезі бар. Енді бәрі біледі мұсылманды. Бүкіл жерлерде, сувенирлерде тұрады ғой сол не. И сөйтіп жап-жақын ғой енді. Сөйтіп кетіп бара жатырмын, еще андай басымды көтергім қалай айтса болады, даже бар ғой, бір как будто қазір көрем да, бір андай деген сияқты бір сондай сезім болды да. Бір жерге қарап келдім мен, до конца жерге қарап келдім да. Мен сөйтіп жерге қарап келіп, бүйтіп басымды көтердім, сөйтіп өкіріп жылап алдым. Сөйтіп менің алғашқы пайғамбар саллаллаху кездесуім свиданиям болды деймін ба. Это өте әсерлі, әрине, андай бір, тем более бар ғой, менде андай бір болған жоқ. Біреулер өте білімді адамдар болады, я, діни жағынан сауатты, рухани деңгей, Алламен байланысы күшті да, мысалға қақпа бәрін күшті білет, білімді адамдар болады да. Мен ондай болған жоқ. Мен мүлден андай болдым. Тупой болдым, тупой. И сөйтіп мендегі ең бірінші барғандағы мақсатым просто пайғамбар саллаллаху сәлем беру болды. Болды, басқа маған ешнәрсе керек емес болды да. Жаңағы Данияр Жігітбектің посты маған қатты әсер еткен болу керек. И сосын сол Меккеге Мединаға кетпей жатып, ана өлеңді көп тыңдайтынмын да. Жаңа я раб наби салам алейка, я хабиб салам. Бұлай жалғастыра берейінші. Ана жақта қызым ұйықтап жатыр да. Солай пайғамбар саллаллаху мазарына бардық, жатқан жеріне бардық. Шынымен де басымды көтердім да. Енді жасыл күмбезді көріп, сол кезде ең бірінші айтылатын сол я Расулаллах, ассаляму алейкум, я Абу Бакр, ассаламу алейкум, я Умар, ассаляму алейкум деген сияқтылар айтылады да. Шынымен де сол кезде саған енді жауап береді дейді. Ол сәт өте әсерлі болды. Енді ол жерде мен сипаттап айтпай қояйын қандай халде болғанымды. Бірақ та сол уағыздың кезінде бізге айтты да, сіздер пайғамбар саллаллаху барып, ол кісімен сырласыңдар деген сияқты. Сол кезде мен барып, сол кезде мен айттым, я Расулалла, шынымен де сен қалағандай, сен өсиет еткендей, сенің үмметің саған лайықты үммет бола алмай жатырмын. Сенің қалдырған өсиетіңді, сенің қалдырған жолыңды ұстанып, сол жолмен жүре алмай жатырмын, я. Осындай сияқты өзімнің ойларымды айтып, күшті сезімде болды. Қалай күшті сезімде бар ғой, бүкіл жүрегім қарс айырылып, ішкі жан дүниемде бір андай
сұмдық нәрселер болып жатты бар ғой. Мен оны қазір осознавать етемін да. Сол кезде мен тек андай эмоция көп басым болды да, мен қатты көп жыладым, уайымдадым сол нәрселердің барлығын. Қалайша мен бұл жаққа келіп қалдым деген сияқты өзімнің басымда сондай диалогтар көп болды да. Одан кейін мен мысалға аса білімді болған жоқпын. Рауда дейді, раудаға кіреміз деп бәрі жүгіріп жүрді. Мысалы мен оны да түсініп, вообще мен білмегенмін, рауда деген не деген сияқты бар ғой. Раудаға кіреміз, жаңа приложениені скачать етіп ал, үйтіп ал, бүйтіп ал деп сөйтіп не істеп жатады да. И мен оның барлығына вообще андай просто я деп просто қарап жүргенмін ғой. Дым вообще мән бермегенмін. Менде эмоция, сезім қатты басым болды да. Мен сол жерде жүргенімнің өзі мен үшін андай космоста жүрген сияқты сондай ощущение болды да. Андай рауда не рауда вообще білмейді, артынан барып осының барлығын жүрген кезде ғана біліп бастадым. Бұл шынымен де бір андай ұзақ видео болайын деп тұр. Сол үшін мен бұны қысқартып бөлейін. Екінші частін шығаратын болам. Екінші частта осы рауда туралы, сосын Мекке туралы екі бөлімге бөлейін. Сол кезде барлығы ыңғайлы болатын сияқты. Қысқаша осы менің Меккеге сапарым туралы. Шынымен де жаңағы айттым ғой, не жасап алғам деп, коллаж жасағам дейді. Дәл сол сияқты фотоға түстім сол жерде. Дәл мен өзім қалай қаладым, солай бардым. Шынымен де менде рухани деңгейде өсу болды. Өзімнің дініме деген махаббатым артты, білімге деген құштарлығым артты. Себебі ол жақта көп дұға еттім да, Аллахым менің зейінімді ашып қойшы, санамды, жүрегімді ашып қойшы, маған білім қонсыншы, білім талап ететін құлдарының қатарынан, ізденушілердің қатарынан қыла көрші деген сияқты мен көп сұрадым. Енді альхамдулилля мен ол орындалған жоқ деген сияқты нәрсені айта алмаймын, бірақ шынымен де сол кезде менде бір рухани деңгейде өсу болды, и білімге деген махаббатым артты. Сол үшін қазір көп жерлерден білім алып жатырмын, ізденіп жатырмын. Өзімнің дінімді өзім танығым келеді, білгім келеді, және де махаббатпен, ең бастысы андай не исподпалки, да, мұқтаж мен жасау керекпін, сен долженсің емес та. А вот действительно мұқтаждықпен, мен өзім жақсы көріп, махаббатпен, осознанно, саналы түрде солай қабылдап түсінгім келеді да. Сондай менде запрос пайда болды. Сол видео өте ұзақ болды. Мені тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздер егер жоспарлап жүрген болсаңыз, сіздерге жұғысты болсын. Аллах тағала сіздерді көркем түрде өзінің қасиетті жеріне алып шақырсын сіздерді. Сау болыңыздар.